Астанадан келген құрбыммен 2 күн қыдырамыз. Бірінші біздің үйге келді, өзімен бірге осындай торт алып келіпті. Біз күштілеп шай ішіп алдық. Ал мен құрбыма паста феттучини әзірлеп, осындай дастархан жайып қойдым. Балаларымызбен бірге тамақтанып алғасын қыдырамыз. Балаларымыз жасы кішкентайынан бірге бір дворда өскен. Глинадан зат жасайтын мастерскаяға келдік. Балалар ұнаған заттарын жасап жатыр. Тамирис мысық жасады. Артынан әдемілеп бояп шықты. Қалғандары ыдыс-аяқ жасады. Балауса қызым жасаған кружканы бағалаңыздар. Бұл жерде 1 сағат уақытымызды өткізгесін, кешке қарай ойнайтын алаңға келдік. Балалар бір-бірін сағынып қалыпты. 3-4 сағат ойнап шықтық. Артынан барлығына донер сатып алдым. Бүгінгі күнді дәмді донер жеп аяқтадық. Келесі күні түсте кездесіп, тағы да балаларды ойнайтын алаңға алып келдік. Олар 1 сағат ойнағанша біз кофе ішуге келдік. Астанада осы кофейня танымал екен. Құрбымның жақсы көретін кофе түрлерін тапсырыс бердік. Осындай перекус жасап, біраз әңгімелесіп, ішімізді тарқатып алдық. Ал енді балаларды қыдырту жалғасады. Балауса қызым оның алдында бірнеше рет келген картингке келдік. Қауіпсіздік мақсатында шлем кигізіп, балаларға қалай жүргізу керек екенін үйретеді. Қызыма тура маған сияқты скорость ұнайды. Адреналинді жаны сүйеді. Қазір балаларға рахат, кішкентай кездерінен бастап барлығын көріп өседі. Ал осылай біздің 2 күндік қыдыруымыз аяқталды.